таза жүру керек, таза тұру керек. Таза болған адамдарды Алла жақсы көреді деген сөз бар. Тазалық жарты иман дейді. Адамның отырған отырысы, киген киімі, оқыған жерінің бәрі таза болу керек те. Және тазалық жарты иман деп айтып жатырмыз. Таза болған жерге періштелер келіп үймелейді екен. Күн сайын адамға екі періште түседі деген сөз бар. Біреуі шайтаннан, біреуі Алладан. Жақсы сөзді жазып отырады екен де, кемшілігін тағы жазып отырады. Сондықтан адамның аузынан шыққан сөз ойланып барып айту керек. Адам орташа болу керек, асықпау керек. Асығу шайтаннан. Адамға бірінші сабыр керек, екінші ақыл керек, үшінші шүкіршілік керек, төртінші барға қанағат тұтып отыру керек.